Саламатса, бүгін мен өзім оқыған шығарма туралы айтатын боламын. Ілияс Есенберлиннің атақты көшпенділер тарихи роман трилогиясы. Бұл шығарма қазақ халқының бірнеше ғасыр тарихын қамтиды. Хандықтың құрылуы мен қалыптасуын, елдік пен бірліктің, батырлықтың ел қорғау мен ел қорғау жолындағы күрес кең көлемде қамтиды. Бұл өте ауқымды кітап. Мен бұл кітаппен бұрыннан кішкене таныспын, бірақ қазір толық оқып болдым. Мен бұл кітапты оқып шыққаннан кейін қазақ тарихына, бабаларына, өмір сүру салтына, олардың күресіне, ішкі ой сезімдеріне мүлде басқа көзбен қарадым. Бүгін видеода мен шығарманың негізгі мазмұнын, кейіпкерлерін, салт дәстүрлерін, тарихи маңызын, автор көтерген мәселені, өзім үйренген дүниелерді және осы кітапты не үшін оқуға кеңес беретінім туралы барлығын толық айтып беретін боламын. Сонымен қатар қазақ әдебиетінің 1920-дан 1960 жылдарға дейін, 1960 жылдан 1990 жылдарға дейінгі бағыттарын қысқаша түсіндіріп берсем деймін. Бірінші тақырыбымыз бізде бірінші бөлім шығарманың тарихи кезеңі мен оқиғалары. Осы сұраққа жауап беріп кетсем, көшпенділер романы қазақ халқының 15 ғасырдан 19 ғасырға дейін тарихын қамтиды. Бұл жерде барлығы бар десем де болады, толық түсіндірілген. Яғни қазақ хандығының құрылуынан бастап Абылай хан дәуіріне дейін, Кенесары көтерілісіне дейін үлкен тарихи жолды көтереді. Бұл кезең қазақ халқының қалыптасу, бірігу, сыртқы жауларға қарсы тұру, ел болу үшін күрескен уақыты. Шығармада ең маңызды тарихи оқиғалар қамтылған. Ең бірінші қазақ хандығының құрылуы, Керей мен Жәнібек хандардың Монғолия жеріне барып, Әбілқайырдан босанып Монғолия жеріне барып, сол жерден жер сұрап, Қозыбасы деген жерге хандықты құрғаны туралы, қазақтардың жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі, аңырақай шайқасы жатады оған. Сол жерде аңыраттырып қашырған жоңғарларды, Ақтабан шұбырынды кезеңі, Абылай ханның саясаты мен көзқарасы, ел басқарудағы көзқарасы, Ресейдің отарлау саясаты, Қоқан хандығының ықпалы, кейіннен Кенесары Қасымұлының көтерілісі. Бұл тек тарихи оқиғаларды ғана сипаттап қоймайды. Автор бұл кітаппен процестерді, ішкі себептерін, қазақ қоғамындағы қатынастары, ру арасындағы алауыздық, осы неден пайда болғаны, батырлардың бірлігі мен сатқындықтарын, көшпенділердің бүкіл өмір философиясын терең түсіндіреді. Менің ойымша, романның ең үлкен құндылығы ол тек тарихты айту ғана емес, ол уақыттың адамдарды қалай ойлағанын, қалай өмір сүргенін, қандай шешім қабылдағанын нақты көрсету. Яғни біз кітап арқылы бабаларымыздың жан дүниесін сеземіз десек те болады. Енді оны түсіну керек, оқығаннан кейін, терең оқығаннан кейін. Кейіннен бізде сұрақ, негізгі идеясы және автор көтерген мәселелер. Романның негізгі идеясы қазақ халқының мемлекет болып қалыптасуы ешқашан оңай болмағанын көрсету, оны қанша қиындықтан өткергенін, халық сан түрлі жаулармен, сыртқы жаулар, ішкі жаулар, қысымдар, ішкі алауыздықтар күрескеніне қарамастан елдің тілін, рухын сақтап қалған. Автор көтерген басты мәселе, ең басты, ең ауқымды айта кететін болсақ, бірлік мәселесі. Қазақ үш жүзі көптеген рулар бар, солардың бір-бірімен тату болмауы, кейбір билердің және пайда үшін елді бөлшектеуі автор жиі көрсеткен проблемалардың бірі. Ұлы далада ең үлкен жау кейде сыртқы жау емес, ішкі жау, ішкі алауыздық, татуласа алмауы, содан осы шығармадан толығырақ біле аламыз. Кейіннен бізде елді қорғау, жерді сақтау туралы мәселе. Қазақ даласы кең, бірақ оны қорғау керек. Бабаларымыздың әр буыны жер үшін күрескен. Бұл кітапта Жәнібек,
Керей, Хақназар, Тәуке, Абылай сияқты хандардың, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай сияқты батырларымыздың, ең үлкен ауқымды батырларымыздың ерліктері туралы нақты сипатталады. Кейіннен халық пен ханның қатынасы, есенберлидің биліктің халық алдындағы жауапкершілігін, әділ және елді өсіретінін, ханға қатысты болған айта кетсем. Ал әділетсіз басшылар мемлекетті әлсірететінін, оны құрдымға жіберетінін көрсеткен. Айта кететін болсақ, сол 1720-1730 жылдар аралығында, қателеспесем, сол жердегі хандарды айта кетеді. Тақир, Бұйдаш, Мамаш деген сияқты. Солар құрдымға жіберді десек болады. Өте қатты әлсірет бастады. Кейіннен Хақназар өзі көтерді, орнына келтірді. Бұл да өте үлкен мәселе, халық пен ханның қатынасы. Олар халық пен татуласа алмады ма, ол жағын нақты сол жерден білсе оқысақ та болады. Еркіндік идеясы кейін айтатын болсақ, автор қазақ халқының бүкіл тарихын азаттық жолында күрес ретінде көрсетеді. Бүгінгі тәуелсіздік бір күнде ғана келе қоймағанын, оның ғасырлар бойы, жылдар бойы қаншама құрбандықпен келгенін түсіндіреді. Өте ауыр мәселе. Айта кететін болсақ, кейіннен бізде 3-ші бөлімде шығарманың басты кейіпкерлері және олардың бейнелері. Трилологияда өте көп кейіпкер бар, бірақ мен ең негізгілерін айта кететін болсақ, ең бірінші айтатыным және ең үлкен, ең маңызды айтатын болсақ, Керей мен Жәнібек хандар. Олар осы қазақ хандығын құрмағанда біз қазір бұлай отпаушы едік деп ойлаймын. Қазақ хандығын құрып, бөлек ел құрудың өзі, өйтіп ойланудың өзі өте үлкен мәселе. Олар қазақ хандығын негізін қалап, адалдықты, еркіндікті, халықтың болашағын ойлады. Олардың бейнесін айта кететін болсақ, сабырлы, дана, бірлікке шақырған тұлғалар ретінде көрсетіледі десем болады. Қасым ханның тұсында өте қатты дамыды. Ол және елдегі бірлікті, тәртіпті сақтау үшін заңдар шығарды. Шыңғыс хан секілді. Қасым ханның қасқа жолы деген. Ол заңның да әсері бар, өзінің де әсері бар. Елді күшейтті, елдің аумағын кеңейтті, тәртіп орнатты, қолбасшы болды, батыр болды, өзі де саясаткер болды. Кейіннен бізде айта кететін болсақ, Абылай хан қазақ тарихындағы ең мықты тұлғалардың бірі. Саясаткер, дипломат, көреген басшы болған. Жоңғар, Қытай, Ресей арасында тепе-теңдік сақтады, халық үшін жанын салған тұлға ретінде суреттеледі. Кейіннен бізде қазақ тарихындағы ең үлкен көтеріліс жасаған Кенесары Қасымұлы туралы айтатын болсақ, қазақ хандығының соңғы ханы, үш жүздің басын қосты. Соңғы рет Ресей отарлауынан қарсы ұлттық көтерілісті бастады. Еркіндік бәрінен биік қойған, еркіндік өте жоғары деңгейде болған, солай ойлаған, қайсар болған, батыр болған, бірақ жалғыз қалып кеткен тұлға деп есептесек болады. Енді кейіннен біз айтатын болсақ, батырларға айтайық. Қабанбай батырлар негізі бізде өте көп. Олардың барлығын айта берсек уақытта жетпейтін деп ойлаймын. Ең басыларын айта кетсек, халық аузында жүрген, қазірдің өзінде барлығын екінің бірі танитын Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, Қабанбай батырлар, ел қорғаған нағыз батырлар. Олардың ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі деп ойлаймын. Автор әр кейіпкерді жаңына суреттемейді. Олардың ішкі жан дүниесін, қорқынышын, үмітін, шешім қабылдаудағы күмәнін, адамдық қасиеттерін өте терең сипаттайды. Кейінгі бізде 4-ші бөлім шығармадағы салт дәстүрлер дейді. Шығармадағы салт дәстүрлер. Романда көптеген қазақ салтының дәстүрлері көрсетілген. Мысалға айтатын болсақ,
қонақжайлық, билер туралы сот, жасау беру деген сияқты. Оны менде жасау беру деген бірінші рет естуім. Бізде оңтүстік болғаннан кейін ба ондай бізде болмапты. Бесікке салу, ат қою, ас беру, еске алу, батырларды ақ киізге көтеру, жорық алдындағы батырларға, жауынгерлерге деген ақ бата, сондай дәстүрлер. Кейіннен басқа да дәстүрлер, құда түсу, қыз айттыру, сондай сияқты сын дәстүрлер өте көп. Біздің қазақ халқы дәстүрге бай десем де болады. Оларды атап өтсем өте ұзақ болып кетеді. Бұл кітап арқылы қазақтың толыққанды көшпелі мәдениетін, қазақтың бүкіл тұрмыс тіршілігін, мал шаруашылығын, табиғатпен тікелей байланысты болғанын анық көрсетеді деп ойлаймын. Кейін 5-ші бөлімімізде сұрақ. Оқығаннан кейін алған танымдық жаңалықтар дейді. Мен бұл кітапты оқығаннан кейін өзіме кішкене жаңалық болды деп ойлаймын. Қазақ хандығының құрылуы өте күрделі процесс болды. Оны қазақ батырларының ерлігі жай аңыз емес, нақты тарихи шындық. Қазақтың көшпелі өмірі өте ақылды, табиғатқа бейімделген жүйе. Біз сияқты өте бейімделген көшпенді халықтар азырақ десем де болады. Әр ханның өз саяси тактикасы, өз көзқарасы болғаны, кейіннен жоғары мемлекеттік қазаққа өте үлкен қауіп төндіргені туралы, өзі қиын кезеңде жоңғарлар да келіп алады ғой қабаттасып. Кейіннен қазақ қоғамында билердің рөлі ерекше болған, хандардың өзі билерден ақыл сұрап, билердің айтқанымен жүрді десем де болады. Қазақ халқының еркіндікке деген ұмтылысы ешқашан тоқтамағаны, Абылай, Қасым, Керей, Жәнібек сияқты тұлғалардың еңбегі көрсетілген өте орасан зор еңбектері. Бұл кітап қазақ болудың не екенін түсіндіретін кітап деп ойлаймын. Кейіннен бізде 2-3 үзінді ме? Үзінді так. Бірінші үзіндіні айтатын болсам, осы көшпенділердің басты идеясы десем де болады, бірлік туралы. Бірліксіз ел болмайды дейді ғой. Бірлік болмай ел болмайды деген үзінді өте жақсы. 300-дің татуы болмай жатқан жерін жай таппайды. Бұл сөз қазақ халқының ғасырлар бойғы ұраны деп ойлаймын. Автор бірліктің халыққа ауадай қажет екенін еске салады. Кейіннен бізде ана мен туған жер туралы үзіндіні айтатын болсақ, туған жердің топырағы да ыстық, суы да тәтті дейді. Соны қорғау ең үлкен парыз. Өзің жерің үшін өліп кетсең де тұрарлық. Бұл сөйлем қазақ халқының жерге деген ерекше құрметін байқатады деп ойлаймын. Кейіннен бізде еркіндік туралы. Бізде осы ғасырлар бойы еркіндікке ұмтылдық, тәуелсіздікке ұмтылдық қой. Хандық құлар ордан басқа ел алар, бірақ еркіндік кетсе қайта келмейді деген. Бұл сөз Кенесарының ойымен үндеседі. Қазақ үшін еркіндік ең қасиетті құндылық, ең үлкен құндылық десек болады. Кейіннен бізде кітап оқу кезіндегі көңіл күй. Кітапты оқыған кезде мен әртүрлі көңіл күйде болдым. Біресе мұңайып, біресе қуанып, біресе таңғаларлық. Көптеген кітапта бір ғана қалыптаспаған ғой, бір ғана тақырып, барлық тақырып. Бір кезде біз жоңғарларда жеңгеніміз, оларды қуғанымыз туралы ол қуантады. Бір кезде жаңадан білген менің дәстүрлер бар, мен білмейтін оқиғалар бар, шайқастар бар. Шайқастар бар. Оларға таңғаласың мысалы. Оны мен тек 10 класста оқығанда ұбт-ға дайындалуға керекті, өзіме керекті балл жинауға көмектескен тақырыптарды ғана оқыдым десек болады. Ол шындық. Ал мына жерде мен өзім білмейтін оқиғаларды сол жерлерден кішкене таңғаларлықтай бар. Кейде мұңаясың, Ресейдің отарлау саясатын ең үлкен опасыздық деп ойлаймын. Бір десятина, 1,2 гектар жер бізден мыңдап емес,
әшейін десятиналап емес, миллиондап десятина жер тартып алған туралы естісең сәл біртүрлі боласың. Қазір де жеріміз кең, байтақ, әдемі, бірақ сол тартып алынған жерлеріміз өзімізде болса қалай болар еді деген сөз. Біз 9-шы орында тұрар ма едік деген сөз. Ол қайтарылсақ жаңа қалалар болатын ба еді, біз халық саны көп болар ма еді. Кей жерлерде мақтаныш болады, кей жерлерде намыс болады, сондай сезімдер оянып кетеді. Оқиға қатты еңіп кететін кездер болады. Кейбір шайқастарда батыр былайдан істеді, ойланды дегенде хандардың қиындық туғанда істейтін іс-әрекеттері туралы келгенде уже ол кезде кішкене еніп кетесің, оқып кетесің. Кей кейіпкердің дұрыс, қайсысы қате екенін ойланасың. Абылай ханның саясаткерлігіне, жүргізу саясатына бір жағынан риза болдым. Абылай хан туралы толық білдім десек те болады. Жоңғар шапқыншылығы кезінде халық трагедиясы қатты әсер етеді. Соңына қарай Кенесарының тағдыры кішкене өте ауыр сәт. Бүкіл қазақ халқы біледі деп ойлаймын оны, өте эмоцияға берілген сәт. Бұл кітап эмоцияға өте толы десем болады, көп десем болады. Эмоциясыз оқылатын шығарма емес, шығарма деп ойламаймын. Тарихқа қарай батырады, сол ғасырдың ішінде жүргендей сездіреді деп ойлаймын. Өзім солай сезіндім. Кейіннен бізде кітапты достарыма не үшін ұсынар едім деген сұрақ. Мен бұл кітапты міндетті түрде ұсынар едім. Өте ұзақтау болса да, оқуға тұрарлық, егер күніне хотя бы кішкенеден оқып отырса өте жақсы кітап. Себептерін айта кетсем болады, оқуға тұрарлықтай. Қазақ тарихын қарапайым түсінікті тілмен жеткізеді, өте қызықты, динамикалы сюжет, керемет, батырлыққа, бірлікке, отансүйгіштікке тәрбиелейді. Қазақ салт дәстүрін, мәдениетін терең үйретеді. Бұл кітап әр қазақ болашағына қажет рухани азық. Кім оқыса да ұлттық намыс оянады. Кейіннен бұл тарихты тек оқу емес, сезіну мүмкіндігін береді. Кейімізде автор туралы қысқаша айта кетсек деген екен. Ілияс Есенберлин қазақтың ең танымал жазушыларының бірі. Оның тек қана осы көшпенділер ғана шығармасы емес, көптеген шығармалары бар. Ол қазақ тарихын көркем әдебиетке алғаш енгізген жазушы саналады. Оның көшпенділер трилогиясы қазақ әдебиетінде ең көп оқылатын шығармалардың бірі. Ілияс Есенберлинді өзім бұрыннан естіген едім, бірақ толық таныс емес едім, бірақ оның өте шығармалары көп. Көркем әдебиетке алғаш енгізген екенін білдім, сол туралы ақпараттар білдім, өте жақсы. Авторы туралы, өзі туралы айта кететін болсақ, 1915 жылы туған, соғысқа қатысқан, әдебиетке үлкен еңбек сіңірген, қазақ тарихын зерттеген, халық жазушысы болған. Мақсаты қазақ халқына ұлттық сана сезім беруді мақсат еткен. Есенберлиннің басты миссиясы қазақ халқының шынайы тарихи кезеңін көркем түрде ұрпаққа жеткізу болған. Кейіннен айта кеткен болсақ, 1920-1960, 1960-1990 жылдары қазақ әдебиеті жылдары. Бұл кезеңдер социалистік реализм. Бұл кезеңде әдебиет көбіне кеңес идеологиясына бағынышты болды. Кеңестің өзінің басқаша идеясы болды. Мақсаты еңбек адамын мадақтау. Белгілі авторлар Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Мұстафин көтерілген тақырыптар колхоз, ауыл өмірі, өндіріс, патриотизм туралы. 1960-1990 жылдар, ол кезде бізде жаңару кезеңі десек болады. Бұл уақытта қазақ әдебиеті еркіндей бастады, кішкене еркінірек бола бастады. Бізде сол 1920-30 жылдарға қарай өзінің кітабын шығаруға тыйым салынып, сондай болды ғой, өте қиын кезеңдер болды. Ал бұл уақытта өте еркіндік берді. Әркім өзінің шығармасын шығара алатындай,
психологиялық, философиялық осындай бағытта да дамыды. Тарихи тақырыптар қайта жанданды, қайта тірілді. Бұл кезеңдегі белгілі жазушылар Ілияс Есенберлин, Әбіш Кекілбаев, Олжас Сүлейменов туралы айта кетсек болады. Бұл кезең көшпенділер романының жарық көрген уақыты. Тарихи сананы қалыптастырудағы рөлі. Тарихи тақырыптағы шығармалар ұлттық рухты күшейтеді, елге деген сүйіспеншілікті артатады, өткенді білуге мүмкіндік береді, тұлғаларды үлгі етеді. Кейінімізде қазақ халық жазушылары туралы айтатын болсақ, бірнешеуін атайық. Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Ілияс Есенберлин, Бердібек Соқпақбаев, кейінімізде Әбіш Кекілбаев, Шыңғыс Айтматов өте жақсы алғашқы есіме шықты қазір, алғашқы бір түрін енгізген десек болады. Ол өте мықты адам. Шыңғыс Айтматовты тек Қазақстанда ғана білмейді, көбінесе шетелдіктерге де танымал десем болады. Әйгілі шығармасын ұмытып тұрмын қазір, ол өте танымал десем болады, өте мықты адам. Бұлардың барлығы біріктіретін қазақ руханиятының дамуына үлес қосқандығы. Енді қорытындылайтын болсақ, көшпенділер қазақтың ұлттық рухын көтеретін, тарихи көркем түрде танытатын, әр қазаққа міндетті түрде оқу керек кітап деп ойлаймын. Бұл романнан өте көп нәрсе үйрендім. Ұлттық сана, намыс, батырлық, бірлік, елдік, тарихқа деген құрмет. Бұл шығарма өткеннің айнасы, бүгінгінің сабағы, болашағымызға бағыт көрсететін мұра деп ойлаймын. Айтатыным осы. Рахмет. Тыңдағаныңызға рахмет.